Жалпы айыл азаматтарға жамағат болып намаз оқуға қатысты Ханафи мазхабында ғалымдар макрух тахриман дегенменен енді Айша анамыз да осы мәселеге қатысты. Айша анамыздың әйелдерге жамағаттың алдына имамдыққа шыққан жайында хадистер келеді. Бірақ Ханафи мазхабындағы кейбір ғалымдар егер екі әйел болса болады деп келген бізде ойлар бар. Жалпы әйел адамның жеке үйлерінде намаз оқуы жамағатпен оқудан абзалырақ. Сондықтан әйел адамның жамағат құрмай үйлерінде жеке оқыған намазы одан артық сауап болып жатса, не істейді әйелдер жамағат намазын құрып өздері. Ал енді Ханафи мазхабында 2-3 әйел болып оқуға рұқсат еткен, одан көп болса, онда макрух тахриман деген ғалымдар бар. Енді макрух тахриман дегеніміз бұл харамға жақын макрух. Макрух тиым салынған, жек көрінген іс. Ал енді оның харамға жақыны болып кетсе, онда ол әйелдің жеке оқығаны абзалырақ та, солай намаз оқығаны дұрыс болады.